мұнарасының салынуына 2 жыл кетті, ал Бурдж-Халифа 6 жылда аяққа тұрғызылды. Ал Қазақстандағы Шелек ауылындағы кәріз тазарту жүйесінің салынып жатқанына 9 жылдан астам уақыт өтті. Бұл мердігердің сапаға қатты мән беріп жатқанын білдірте ме, әлде бір олқылыққа жол беріп орнын толтыра алмай жатыр ма? Немесе кәріз жүйесінен әлемнің 8-ші кереметін жасап жатыр ма? Қайырлы күн, сіздермен бірге Алатау Ньюс, ауылым айтсын Айдары және мен Мөлдір Иманмади. Бүгін біз Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындамыз. Қарапайым кәріз жүйесінің құрылысының осынша жыл созылуына не себеп? Бұған жауап беретін мердігер компанияда және тапсырыс беруші аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде дәл қазір әкімдікте. Олай болса, жауапты өз ауыздарынан бірге естейік. Шелек ауылының кәріз құбыры бойынша тоқтау себебі, құрылыстың тоқтау себебі жоба қайта есептеуге мемлекеттік сараптамаға өткізілді. Бұл құрылыстың созылу себептері, негізгі басталған құрылыстың жұмыс барысы 2014 жылы басталған. Ол жерде бірінші жоба бойынша жалпы 1 миллиард 402 миллион болған. Сол жылдар ақша басында 2014-те бөлініп, одан 2015, 2016, 2017 жылдар қаражат бөлінбеді, 2018 жылдар қайтадан қаржыландырды, 2019-да қайтадан проекті қайта түзетілуге жіберді мемлекеттік сараптама. Мемлекеттік сараптама 2019 жылы түзетіліп шығып, одан бюджеттен қаражат қарасып жұмыс басталған болатын 20-21 жылдары. Соңғы қаражат былтыр жылғы бюджеттен, облыстық жергілікті бюджеттен. Алайда 2 аптадан кейін мердігер мекеме бізге хат арқылы шығып, жұмысты тоқтататынын жеткізді және қайта есептеуден мемлекеттік сараптамаға өткізуге жұмыс жасайтынын айтты. Сол себепті жұмыс тоқтады. Барлық жұмыстар бойынша тексерулер келіп, жаңағы аудит дейміз, аудит тарапынан тексеру жұмыстары келіп жүргізіліп, мемлекеттік сараптамаға құжаттар дайындалып, қазір уақытта мемлекеттік сараптамада жатыр. Канализационное очистное сооружение стоит 1 017 миллионов. Если бы нам эти 1 017 миллионов дали бы позапрошлом году, я позапрошлом году уже КОС имел бы на месте, а так я его собирал 5 лет. То есть по частям 200 миллионов, 300 миллионов, 150 миллионов, и вот так я добил его до конца. Понимаете, в чем моя вина? На каком моменте сейчас? Сейчас оно полностью собрано, можем проехаться, посмотреть. Что нужно еще? Да? Теперь мы, смотрите, восполняли КОС, восполнили эту 500-ку, поля фильтрации, дорогу, и потом уже перекинулись на поселковую канализацию с прошлого года. С прошлого года мы их выполнили на 80%, осталось 20%. Но, опять же, эти 80% нам не заплатили, это мы на ура просто сделали. На свои собственные, будем говорить так, порядка 220 миллионов. Работа сделана нами, и мы ждем результата экспертизы, которая сейчас сдали в экспертизу. Что касается подрядчика, это не означает, что подрядчик вот плохо поступил, за 10 лет до сих пор не закончил, а я и не собирался его плохо кончать-то. Вот. Я его, все, что мне давали, это все нужное внедрял. Кезде біздің тексерісімізді регистрация жасап берсе, біз тексеріп, қандай кемшілігі бар, сіздерге тағы да хабарлама береміз. Тексеріс анықталған кезде кемшілік пайда болса, біз әкімшілік шара қолданамыз. Нәтиже болады деп ойлайсыз? Иә, нәтиже болады. Ұлы Отан соғысының өзі 4 жылда аяқталды. Ал аудандық әкімдікпен Еламан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің соғысып жатқанына 9 жылдан асты. Жеңіс кімге бермақ? Мезі қылған мердігерлерге бір шара қолданатын уақыт келген шығар. Себебі ортада қиналатын халық.